науқасты қарап тексерген кезінде шағымдар денесіндегі бөртпелер пайда болды. Бөртпелерді қарап тексердім, аллергиялық есек жеп. Басқа көрсеткіштерінің барлығы қалыпты. Сосын тексеріп отырдым, неден кейін пайда болды дедім. Ұзақ уақыт жалпы осылай жөтеліп ауырып жүрдім. Бір жақынның айтуымен, старый метод. Есектің сүтін іштім деді. Есектің сүтін іштім, артынша осылай денеме бөртпелер пайда болды деді. Туындады да менде. Есектің сүтін есек қана ішетін сияқты деді деп ана жерде. Басқа ештеңе ішкен жоқсыз ба дедім, есектің сүтінен басқа дедім. Жоқ дейді. Бұны кім айтып жүр сізге десем, бұрын адамдар солай емделген дейді. Ол дәлелденбеген дүние. Дәрігерге қаралмаған мүлде. Антигистаминдер енгізілді бұлшықетке, және сонымен қатар белсендірілген көмір берілді. Науқас орнында қалдырылды. Бұл жерде айтып түсіндіретін нәрсе достар, дәлелденбеген осындай процедураларды, осындай емдерді мүлде қабылдамаңыздар. Осы уақыттың ішінде дәрігерге барып анализ тапсырып, жөтелдің себебін анықтап ем қабылдағанда бұндай болмайтын еді.